Сәлем қыздар, балаларымыз сүйсініп жейтін жүгеріні үй жағдайында бірге жасап көрейік. Ең алдымен табағымызға мұздай су құйып, тазалап жуылған жүгерілерімізді салып, үстінен 2 ас қасық қант салып аламыз. Дұрыс естідіңіздер. Тұз емес, 2 ас қасық қант саламыз. Себебі қантымыз жүгерінің одан да тәтті әрі жұмсақ болып пісуіне көмектеседі. Табағымыздың қақпағын жауып, 25-30 минут пісіріп аламыз. Жүгерілерімізді ыстық кезінде пакетке салып, керегінше тұз салып, араластырып аламыз. Жүгерілерімізді суытып, балаларымызға ұсына беруге болады. Көптеген зерттеулер нәтижесінде анықталуынша, жүгерінің адам ағзасына деген пайдасы өте мол екен. Әсіресе балалардың ойлау және есте сақтау қабілетіне жақсы көмектеседі екен. Сондықтан қазір жүгері сезоны болғандықтан балаларыма жиі жүгері пісіріп беруге тырысамын. Базардан 180-200 теңгеге дайын сатып алғанша 60-70 теңгеге үйден пісіріп берулеріңізге кеңес беремін. Видео ұнаған болса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.